Қайырлы күн. Бүгін біз қазақ тілі пәнінен 105-ші сабақты қарастырамыз. 9-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Су тіршілік көзі. Су табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адам денесінде де су көп. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Теңіз бен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су буға айналып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр немесе қар, бұршақ болып жерге жауып, қайта суға айналады. Сусыз тамақ піспейді, сусыз тазалық та болмайды. Су жолымен жүк тасиды. Судың күшінен электр қуатын да алады. Су біздің байлығымыз. Оған әр уақытта қамқорлықпен қарау қажет. Мәтін не туралы? Мәтін су туралы, судың маңызы туралы, табиғаттағы су айналымы туралы, судың адам өміріне қажеттілігі туралы. Мәтін бөліктеріне сәйкес жоспарды қалпына келтіріп, сол жоспар бойынша мазмұндама жаз дейді. Мәтіннің бірінші бөлігі судың маңызы туралы айтылған. Мәтіннің екінші бөлігі табиғаттағы су айналымы жайлы айтылған. Мәтіннің үшінші бөлігі судың адам өміріне қажеттілігі туралы айтылған. Келесі 10-шы жаттығуға назар аударайық. Мақалды тауып жаз дейді. Яғни бұл жердегі мақал судың да сұрауы бар. Келесі 11-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақты көшіріп жазып шешуін тап дейді. Көлді жердің үкілі аруы, өткір желдің саз тартар қаруы. Жұмбақтың шешуі қамыс. Жұмбақта үкілі, өткір деген сын есім бар. Үкілі деген сын есім туынды сын есім. Себебі үкі түбірі, ілі жұрнағы. Ал өткір деген сын есім ол негізгі сын есім. Келесі 12-ші жаттығуға назар аударайық. Негізгі сын есімдерге дау, деу, лау, леу, тау, теу, шыл, шіл, ғылт, ғыш жұрнақтарын жалғап қалаған бір туынды сын есіммен сөйлем құрап жаз дейді. Яғни ақшыл, бозғылт, жасылдау, сарылау, үлкендеу, көкшіл, ұсақтау деген туынды сын есімдер құрадық. Осы сын есімдердің ішінен кез келген бір туынды сын есімді алып, сөйлем құрап жазыңдар. Достар, бүгінгі сабақ ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар.